Сәлем достар, бүгін Pinduoduo сайтына адрес енгізуді, яғни каргодан ID код алып, адресті енгізуді үйренеміз. Ол үшін бізге Pinduoduo сайты қажет және Telegram қажет. Telegram каналдан біз не іздейміз? Қараңыздар, Telegram каналға кіресіздер, сосын поискқа жазасыздар отзывы карго деп. Менде енді шығып тұр. Осында жаза салайын. Міне отзывы карго деп жазасыздар. Осы сайтқа кірсеңіздер, сіздерге міне карголардың түрі шығады. Өте көп карго бар, әр қалада филиалы бар, немесе Алматының өзінен жіберетін өзіңізге ыңғайлы каргоны таңдайсыз. Каргодан қателеспес үшін отзыв оқысаңыздар болады, яғни комментарийінде жазылып тұрады. Товар қанша күнде келіп жатыр, қалай келіп жатыр деген сияқты. Қазір мен кез келген бір каргоға тіркелуді үйретемін. Алдында міне комментарий ашылып тұр. Қанша күнде келіп жатыр, сұрақтарыңызға жауап береді, сұрақ қойсаңыздар болады, қанша есептеу, қалай деген сияқты. Қараңыздар, енді мына бір каргоға тіркеліп көрейік. Қарап тұрсаңыздар, Алматыдағы адрес жазылған, жаңағы ең маңыздысы сайт отслеживание болған дұрыс сұрақ. Себебі сіз каждый трек кодыңызды енгізген сайын көріп отырасыз, қайда келді, Алматыға келді ма, Қытай складына келді ма, бәрін көрсетіп тұрады. Instagram каналдары бар, менеджерлері бар, және де міне өте көп қалада филиалдары бар. Мен өзім Өскемен қаласынан болғандықтан, Өскемен қаласының филиалын басамын, мені WhatsApp чатқа қарай жібереді. Міне Өскемен каналының чатына жібереді. Осы жерге кез келген қаланың өзінің чатына жазасыздар, өзіңіз қай қаладан боласыз. Енді қараңыздар, бұл жерде мен жаңа каргоға қалай тіркелу керек екенін көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын, себебі басқа каргоны таңдауларыңыз да мүмкін. Осылай жасаңыздар, сіздерге өздерінің жаңағы карголарына қалай тіркелу керек екенін туралы түсіндіріп айтады. Міне видеолары бар, сайт отслежкасына тіркелесіз, сізге осылай код береді. Мен тіркелдім, телефон номерімді, қаламды, енді міне менде ашады. Мен мына бір 3 точканы басамын. Қытайдағы адрес, скаттың адресі шықты. Бұл ыңғайлысы, бұл каргоны мына копировать дегенді басасыз. Сосын Pinduoduo сайтына кіреміз. Өзіміздің бетімізге кіреміз. Адрес жазатын кнопканы басамыз. Мен қандай да бір каргоға жауапкершілік алмаймын. Бірден айта кететін жағдай, себебі менің өзім көп каргода тіркеуім бар. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мен өте көп каргомен жұмыс жасап көрдім. Әлде жасап жатырмын, себебі кей карго сенің филиалыңа қымбат шығады. Кейбіреу басында жақсы жұмыс істеп, сосын кішкене адам көбейген соң жұмыстары нашарлап қалып, солай болып жатыр. Сондықтан бір каргоға байланып қалудың қажеті жоқ. Көптеген каргомен жұмыс істеп көрсеңіздер болады. Қазір көптеген каргоның несі сайтта жаңағы ID кодтар тегін. Мына кнопканы басамыз. Міне сізге жаңа копировать еткеңіз разрешить вставку деген шығады, сосын былай басасыз қысылды. Енді мұнда не жазамыз? Бұл жерге жаңағы AG каргосының 001 деп жазамыз. Сосын қаламыз жазамыз. Мысалы Өскемен. Мен Өскемен қаласынамын, Өскемен. Содан соңғысына келеміз. Міндетті түрде телефон номерімізді жазамыз. 8707. Сосын Өскемен деп жазамыз. Жоқ, Өскемен емес. Өскемен ба? Өскемен деп жазады екенбіз. Қызыл кнопканы басасыздар. Міне, бізде
адрес шықты. Көріп тұрғандарыңыздай Өскемен. Енді осы жерде айта кететін жайт, бізде Қазақстан адрес бар, яғни жаңа пост. Ол үшін мына қызыл добавить казахстанский адрес дегенді бассаңыздар, міне жаңағыдай өзіңіздің қалаңыздағы жаңа посттың филиалына келіп береді. Жаңа пост туралы егер видео қажет болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Жаңа пост туралы видео түсіріп